керек. Ал қазіргі уақытта қазақтарға қандай қасиет жетіспейді? Қазақтарда ұлттық намыс жоқ. Бұл әр адамның бойына керек қасиет қой. Біз мәңгілік ел боламыз деп отырмыз. Мынау жаһанданудың жұмырында жұтылып кетпейік деп жатсақ, әрқайсымыз өз-өзімізді қоспасақ, мынау Қазақстан қалай болғанда жер көлемі жөнінен 9-шы орын алады, халық саны аз болғанмен, ертең үлкен мәңгілік ел боламыз дейтін ұлы мақсаттар қойып отырған мемлекетке сол ұлы мақсаттарға лайық намысқой адамдар керек. Жаңағы мына тілдің проблемасын көп айтамыз ғой. Сол тілдің өзі намыссыздықтың белгісі, отбасындағы намыссыздықтың белгісі. Балаңды қазақ тіліне бейімдей алмасаң, сенің азаматтығың қайсы, әкелік, шешелік орның қайсы? Ол жоғарыда отырған көп азаматтың балалары. Оны айтпай ақ қояйық, ақын жазушылардың өздерінің балалары өздерінің шығармасын қазақ тілінде оқымайды. Мектепке баршы қазақ мектептеріне. Барлығы орысша шүлдірлеген балалар, таза ұлттық мектептердің өзінде. Соның бәрі кімге қатысты? Әр қазаққа қатысты нәрсе, әр қазақтың намысына қатысты нәрсе. Шеттен келген ағайындар шет қақпай көріп жүрсе, соған қорған болмасаң, сенің қазақшылығың қайсы? Ең болса, қолынан іштегенімізді сөзіңмен, лебіңмен, соған араты суға шаман көмілсе, онда ұлттық намысың таптылған. Намыс жоқ жерде үлкен ұлы халық болмайды. Мен енді күдері жұбатқан адам емеспін. Қазақ деген жас ұлт әлемдегі. Ең жас ұлттардың бірі бұл. Олау Европада қазып тозған ұлттар емес. Бұл болашағын күтіп отқан ұлт. Осы жас ұлт кішкене бұлшықеттерін білеулетіп, алшайып тұрып, талтайып жүретін халыққа келеді әлі. Осындай заманды аңсап жүрген қазақтарымыз. Сол ұлттық намысты қалай көтеруге болады? Әркімнің жүрегінде от жағылу керек, кеудеңде шырақ жану керек. Ол отбасынан басталады. Өзің құрып баратсаң да, енді балаңды оятып кет дейші. Немереңді оятып кет. Қазақ екенін сезінсін. Жер тебінсін. Менің біраз өлеңдерім бар, қазақ баласын қайрау деген сияқты. Соның бәрінде осыны жырлап білеміз, оны оқымайды ғой. Оны өзіміз оқимыз. Ұлттық намысымыз оянып алғандар өзіміз оқимыз да, анаған қажет жоқ. Сондықтан біздікі де бір Сизифтің еңбегі сияқты еш еңбек қой. Бірақ үміт үзбеу керек. Халық оянады, оянып келе жатыр. Күнде қақсап құлағына құйып жатырмыз, рухани жаңғырып жатырмыз. Рухани жаңғыру дегенде әншейін бір көрінген сөзге қосатын болды. Олай емес, бұл адамның ішіне түсетін сөз еді. Мен осы мақала жарияланғанда қатты қуандым. Сөйледім сессияда. Әр жерде жазып та келдім. Абайдың өзінің сөзі бар. Ұлы Абай. Біздің Абай бағдаршамымыз ғой. Абайдың өзінің сөзі бар. Егер мен закон қуаты қолымда бар кісі болсам, кісінің мінезін өзгертуге болмайды деген адам тілін кесер едім дейді. Жаңғыру деген өзгеру. Жаңғыру өзіңнен басталу. Әр адамның өзінің ішінде өзгерістер болу керек. Осыған жетпей күн жоқ. Бұл дер кезінде көтерілген мәселе, бірақ соны мынау бізде сондай науқаншылдық бар ғой. Осы жаңғыру деген көрінген жерге қосып, оның байымына бармай, істеген ісіміздің шарасына бармай. Мен жақында неге барып келдім? 14-ші наурыз күні Атырауға бардым шақыртумен. Амал мерекесі, көрісу күні деген мереке бар. Мына батыс облыстарда аталып өтіп, бұрыннан келе жатқан дәстүр, оттан тауға от жағудан басталады да, мысалы еліміздің шығысында, солтүстігінде, орталығында мұндай мереке жоқ. Оны Атыраудың бүкіл халқы тойлайды екен. Көктемнің келген күні бұл. Бұл ешқандай діни мән жоқ бұл жерде. Дүние жаңғырып жатыр, мал төлдеп жатыр, көк шығып жатыр. Қыстан аман-есен шықтық деп көрісіп, көңілде қалған өкпе наз сызы болса кешірісіп соғыны. Өмірді жаңа парақтан бастайтын мерекені биыл Атырау облысы Ноғай, Түркиядан, Ноғайдан, Татардан, Қырғыздан жаңа өкілдерін шақырып үлкен ұлттық мерекеге айналдырды. Міне жаңғырсаң осылай жаңғыр. Жаңағы мерекеге келген әр ұлттың өкілдері шынында бірін-бір бауыр тартып, ішінде бір жылы сезімдер пайда болады екен. Кез келген адам таңертең тұрғаннан бастап көрісіп, бір жасыңнан да құттықтайды. Осыны мен барған жерімде қазір насихаттап айтып жүрмін. Мына біздің мәдениет министрлігіне ме, білмеймін. Бүкіл халықты деңгейде қолға алу керек. Халықты бауырластыратын, біріктіретін, ауызбіршілікке бастайтын керемет мереке. Жаңғырсақ солай жаңғырайық.